Серік Теміржанов секілді мықты боксшыларды дайындап жүр. Хорватия елінің өкілі қазылық етеді және венгр боксшысының бойы биік екенін көрдік. Солақай Серік Теміржанов осыған дейін Абдул Карим Батилиді жеңген еді. Сонымен жекпе-жек басталды. Ал Роланд Верес болса бірінші айналымда Жан Кейседо, бірінші айналымда Йосуа Холи Машихор, екінші айналымда Жан Касидо Кейседоны жеңді. Алғашқы секундтар аңдысу Серік Теміржанов соққы өткізіп алды мына жерде. Бұл спортшының жалпы спорт ғұмыры өте қызық екен, міне өте қызықты ақпаратпен бөлісті әріптесім жоғарыдан. Бокс пен кикбоксинг шатастырып алмауы тиіс рингте қазір. Өте бір байыппен бастады қос боксшы, қазір тәжірибелі боксшыларға тән қимыл рингте. Қолғаптың ашық бөлігімен жұдырықтаспа дейді. Венгрия еліне қазақ азаматының да Венгрия боксына сіңірген еңбегі орасан зор екенде айта кетуіміз керек. 1996 жылға Атланта Олимпиадасының қола жүлдегері Болат Ниязымбетов осы Венгрия жерінде бапкер қызметінде атқарған. Қазір Сербия құрамасының тізгінін ұстап жүрме. Серік Теміржановтың шабуылы ішке басқа екі соққы жасаған еді. Джеб, қолы ұзын, көріп отырсыздар. Әзірше Верес Серік Теміржановты өзіне жақындатып жатқан жоқ. Ол жерден Серік Теміржановтың жалпы қол ұзын екенін байқауға болады. Физикалық тұрғыда екі боксшының мүмкіндіктері бірдей. Ар жағын шеберлік шешеді. Осыдан 2 жыл бұрын Белградта қарсыластарының барлығын қоғадай жапырып тек финалда Джамал Хервидан жеңілген еді. Тағы да ескерту Венгрия боксшысына әзірше Теміржанов көсіле алмауда. Өткен жекпе-жектерді айттық. Бірінші раунд аяқталғаннан кейінгі сол үзіліс өте маңызды. Бапкерлердің беретін нақты тапсырмасы керек екінші раундқа. Қанша дегенмен бірінші рет бір-біріне қарсылас атанып отыр екі боксшы. Венгрия тарихында Иштван Ковач қой ең мықты боксерлары боксшысы. Бұл боксшы Олимпиаданы да жеңген, Атлантада Олимпиаданың қола жүлдегері атанған, 2 дүркін әлем чемпионы Иштван Ковач. Міне қазір Серіктің қолап жүріп ұрғаны апперкот тоқта дегеннен кейін ұрды. 25 секунд уақыт бар. Сол Ковачтан кейін әлем чемпионы Венгриядан шыққан жоқ. Төреші жиі араласуда бұл жекпе-жекке. Жақсы емес жалпы, ауызша ескертулер жиналып, қазір енді сары қағазға айналып кетуі мүмкін. Соңғы қазір 5 секундта Серіктің 3-4 соққысы қарсыласына дәл тиді. Бірінші раундтың аяғын өз пайдасына аяқтады. Бірақ көрейік, төрешілердің шешімін күтейік. Бірінші раунд қай боксшы жеңсе де, бұл енді аса бір сенімді жеңіс болды деп айта алмаймыз раундта. Және алда екінші раундтың бар екенін ұмытпайық. Раундтың үздік сәттеріне айталау. Жаңа Азамат Мақажанов шаршаланға шықты да ақыл кеңесін айтып бастады. Өзі келеді дейді, тек джеб соққыларын көп қолдан дейді. 3-2 тура бағанағыдай Сакен Бибосыновтың жекпе-жегіндей нәтиже қазір тіркелді. Айтты, қай боксшы жеңсе де сенімді жеңіс болмайды бірінші раундтың. Тең болды, көрдік. Тікелей эфирге кірген кезде айта кетейік, Сакен Бибосынов жекпе-жегінің нәтижесі белгілі. 3-2 Үндістан елінің боксшысының пайдасына. Бұл 3-2 деген нәтижемен енді негізі апелляция беруге болады. Екінші раунд бізде. Тамаша, құлақ шекеден қазір құлашта ұрғаны Теміржановтың қарсыласына тиді. Екінші раундты алу керек. Екінші раундты алғанда да сенімді алу керек қазір. Төрешілердің осы қапталдағы төрешілердің көңілінде күдік қалдырмау керек. Шынтағың мен ұрма деп ескерту жасады. Төрешілердің шешім мың құбылады шыны керек. Бұлар ең біріншілер. Бағана Сакен Бибосыновтың
жеңісін тартып алған төрешілерді де көрдік. Бұл Тунистен келген Малайзия елінің төрешісі. Ана европалықтар 3-ші раундта да жеңісті Сакен Бибосыновқа берген. Аперкот қолғапқа тиді Роландтың ұрғанын. Аңдып жүр. Енді Серік Теміржанов тарапынан аперкот. Осындай бұрыштарда қатты шығармау керек секілді, өйткені жіберіп қойса қайтып қуып жету қиындау. Жанкүйерлердің қолдауын тыңда қазір құлағымызға естіледі, анық. Бір сәтке де тыным табар емес жанкүйерлер. Бұл Теміржановты қанаттандыруы тиіс. Байқаған болсаңыздар, жүз кезінде қос бокс. Міне, тамаша. Жақсы, тамаша. Өзі білген боксты көрсетуі тиіс Теміржанов. Бұл жерде енді қарсыластың бокстасының мәнеріне ыңғайланып, сол бір уақытты өткізуге болмайды. Верестің бапкері айтты, ол өзі келеді, сен тек қана сол күтіп алып қарымшы шабуылда бокстас деді. Теміржановтың бапкері айтты. Верестің де бапкері солай айтты, бір қызығы. Бұл жерде көріп отырмыз, Теміржанов ол тек қана алға ұмтылуда, яғни шабуыл бірінші нөмірмен жұмыс істеуде. Шамал тазалау, жұдырықтасу керек. Атылмай, өйткені бокстың тазалығына да қарайды. Көріп отырсыздар, Жақсы, міне. Комбинациялық шабуыл. Барлық мемлекетте бокс қарқынды дамып жатыр. Бір орында тұрған ешкім жоқ. Африка болсын, бұрын менсінбейтін Европа, бұрын менсінбейтін Латын Америкасы. Есеп ашылды. Жалғастырады. Жоқ, есеп ашылған жоқ, сарыға ескерту берілді. Міне екі соққы, осыдан кейін. Сарыға жайлы айттық бірінші раундта, төреші жиі араласып жатыр, жекпе-жекке. Бұл ауызша ескертулер жиналып осылай бір сары қағазға айналады деп. Болса енді бұл сары қағаз Теміржановтың пайдасына түсінікті қарсыласқа көрсетілді. Төрешілердің 10-8 деген есеп күтеміз. Талап етеміз десек те болады. Екінші раунд енді Серік Теміржанов кілтін тапқан секілді қарсыласының. Серік Теміржановтың бокстасу мәнері ұнайды жанкүйерлерге, жиі естиміз. Өте сауатты қимылдайды рингте. Серік Теміржановтың осы өз салмақ дәрежесінде енді қолы бойы ұзын байқаған болса. Тоқта дегеннен кейін Серік соққы жасады. Серік Теміржанов сары қағаз алып қалмаса болады. Жоқ, алмайды, раунд бітті. Күмәнсіз бұл раундта төрешілер жеңісті бізге беру керек, толық. Анық естілмейді, бапкерлердің айтқан сөздер. Бізде сол тоқтап жанкүйерлерге естілішінше деген ойымыз болған еді, дұрыс естілмеді. Міне Серік Теміржановтың екінші кезеңде қарсыласын ұрған сәттері. Әбден сабады енді екінші раунд барысында. Оған ешқандай күмән жоқ. Біз әлі де төрешілердің шешімін күтіп отырмыз. Екінші раундтағы шешім қалай? Бір төреш 10-8 берген, және қазір 4-0 есебімен Серік Теміржанов жеңіп тұр. Бірақ арқаны кеңге салуға болмайды бәрібір. Сары қағаздың әсері осы жерде көрінді ғой, 10-8 деген. Верес білді нәтижені, және бірден қазір 3-ші раундта белсенді шабуылға көшті. Осындай кезде салқын қанды жұдырықтасып күтіп жүру керек. Дәл осы сәттен эмоцияға берілмеу керек. Және боксшылар бір-бірімен сөйлесіп кетуде. Сөйлесуге болмайды. Өте көп ауызша ескерту шыны керек. Үшінші раунд. Верес өте қарқынды бастағанмен қазір қарқынды бәсеңдеді. Жақын қашықтықта Теміржановтың қарсыластан басым екені байқалады. Орта және жақын қашықтықта. Қарсыласқа сәл жақындап алса болды. Серік Теміржанов бірнеше соққыларын дәл бағыттап, дәл тигізіп дарытып үлгерді. Верес, солақай боксшы, солақай боксшылар қашанда ыңғайсыз қарсылас. Ары қарай енді кезеңнен кезеңге енді қарсыластардың да санаты өте жоғары бола береді. Қарсыластар ары қарай енді кіл мықтылар қалады ғой, түсінікті. Сол үшін ары қарай оңай жеңіс деген жоқ жалпы.
нокаут деген сөзді ұмытсақ та болады. Аса ауыр салмақтағы боксшылардың бір жекпе-жегі болмаса. Шынтағымен қағып жіберген сияқты қазір. Жақын қашықтықта осы бір шынтағы тиіп кетеді, қарсыластың басы тиіп кетеді. Бокста бұл болып тұратын жағдайлар. Соңғы 1 минут. Барынша қазір белсенді болу керек шабуылда. Серік. әдемі қолдап отыр жанкүйер. Қазақстан жанкүйерлері өте көп деп айтты. Ташкент маңында жалпы. Міне қазір. Ой, тамаша. Бұрышқа тақап қойып біраз ұрған еді. Бұл еді раундтың дәл осы кезеңі Теміржановтың пайдасына жазылды. Өзбек боксшы шықты ғой деймін. Өзбекстанның боксшы шыққан секілді. Абдумалик Халоков осы салмақта өнер көрсететін, ол туралы айтамыз қазір. 15 секунд уақыт бар. Әдеттегідей Теміржанов раунд соңына қарай. Міне, кел бокстасайық дейді. Ортаға тұрып, нағыз бір мексикан стайл дейді ғой. Ортаға түсіп, қорғаныс дегенді ұмытып, соққа алмасайық. Кімнің соққысы күшті болса сол жеңіске жетсін дегендей. Біріне өте суық қарады. Жекпе-жектен кейін екі боксшы. Айқас аяқталды. 4-0 болып тұрған. 2 раундтан кейін. Серік Теміржановтың қазір бапкері байқаған болсаңыздар барлығы дұрыс деді да. Жай ғана жымиды, көзін қысты өзінің. Жеңісіне сенімді болды. 16-да бір финал бұл. Жеңген боксшы ширек финалға өтеді. Енді Серік Теміржанов өтетін шығар деп отырмыз. Сәкен Бейбосыновтың жеңісін алдын ала айтып қойып, аузымыз күйген. Бір ауыздан төрешілер шығарды.